Оралхан Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің механика саласы бойынша арнайы пән оқытушысы Сапчукенова Фируза Талғатовна. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жөндеу жұмыстарын ұйымдастырудың қауіпсіздік талаптары. Жазатайым оқиғалар жөндеу жұмыстар кезінде жыл сайын әлемде мыңдаған адам жарақат алады. Көптеген жағдайлар қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан болады. Жөндеу кезінде биіктіктен құлау, электр тогының соғуы, өрт және механикалық жарақаттар жиі кездеседі. Бұлардың бәрін алдын алуға болады. Жөндеу жұмыстары туралы айтатын болсақ, жөндеу жұмыстары дегеніміз жабдықты қабілеттілігін қалпына келтіру және ақауларды жою болып анықталады. Жөндеу жұмыстары үш түрге бөлінеді: ағымдағы жөндеу, орташа жөндеу және күрделі жөндеу болып бөлінеді. Осы жөндеу жұмыстары кезінде көбінесе қауіпті факторлері бар. Биіктіктен құлау, еденнен жоғары жұмыс істегенде немесе сатыда тұрған тепе-теңдікті жоғалту, сынақтан өткен құрал-жабдықтармен қорғаныс белбеуін қолдану қажет. Электр тогының соғуы, жұмыс істеп тұрған электр желілеріне немесе құралдарға тиісу, жұмыс бастамас бұрын тоқты өшіріп, кернеуін тексеру қажет. Өрт қаупі, түзету жұмыстарында пайдаланылатын құралдар мен материалдар өрт шығуы мүмкін. Жанбайтын материалдарды пайдалану және өрт сөндіру құралдарын дайын ұстау қажет. Механикалық жарақаттар болуы мүмкін. Құралдар мен жабдықтарын айқасу, түйіспеу немесе дұрыс емес пайдалану, қорғаныс құралдарын киіп жұмыс істеу қажет. Химиялық заттардың әсері, бояу, еріткіштер және басқа химиялық заттарды теріге немесе тыныс жолдарына зиян тигізуі мүмкін. Тыныс алуды қорғау құралдарын пайдалану қажет. Жұмыстарын ұйымдастырудың жалпы қауіпсіз талаптары: жұмыс орнын дайындау, жұмыс аймағын тазалап, жарықтандыру және желдету, барлық кедергілерді алып тастау және жұмыс аймағындағы қауіпсіздік кеңістік қалыптастыру, құрал-жабдықтарды тексеру, барлық құралдар мен қорғаныс құралдарын жарамдылығын тексеру, жарамсыз құралдарды пайдаланбау және жөндеу керек. Нұсқаулық алу, жұмыс бастамас бұрын қауіпсіздік нұсқаулығын алу және оны тіркеу, барлық қауіпті факторларын білу және әрекет ету тәртібін түсіну. Жеке қорғаныс құралдарын пайдаланамыз. Жеке қорғаныс құралдарына каска керек, бас киім, сынақтан өткен бас киім, биіктіктен құлаған заттардың немесе төменнен соққыдан басыңызды қорғайды. Көзілдірік және маска көзге шаң, ұшқындар және химиялық заттар түсуінен қорғайды. Қолғап, қолды кесілу, ыстық, суық, химиялық заттардан қорғайды. Жұмыс түріне сәйкес қолғап таңдау қажет. Арнайы аяқ киім, теріден жасалған, ұшында металл қорғанысы бар аяқ киім аяқтың ауыр заттардан және virустен қорғайды. Арнайы киім, қорғаныс киімі химиялық заттардан, жылудан және басқа қауіп факторларынан бүкіл денені қорғайды. Тыңдауды қорғау, наушниктер немесе құлаққаптар қатты дыбыстардан ұзақ уақыт әсер ететін шулы жұмыс орындарында естуін қорғайды. Тыныс алуды қорғау, респираторлар немесе маскалар шаң, түтін, химиялық заттардан, булардан тыныс жолдарын қорғайды. Электр қауіпсіздігі, электр аспаптарын және жабдықтарды жарамдылығын, сымдардың бүтіндігін тексеру, жарамсыз құралдарды пайдаланбау. Тоқты өшіру, мүмкін болған жағдайда жөндеу кезінде электр тоғын өшіру немесе қауіпсіздендіру, кернеуін тексеріп алу. Қашықтық сақтау, жұмыс істеп тұрған электр желілеріне жақындамау және тиіспеу, ең кемінде 1 метр қашықтық сақтау. Қосымша қорғаныс, изоляциялық материалдардан жасалған құралдарды пайдалану және құрғақ ағаштан жасалған сатыда тұру. Өрт қауіпсіздік талаптары: өрт сөндіру құралдары, жұмыс орнында дайын өрт сөндіру құралдары болуы және оларды қолдану ережелерін білу. Өрт сөндіргіштердің жарамдылық мерзімін тексеру. Жануар заттарды сақтау, жұмыс орнында бензин, ацетон, еріткіштер сияқты жанатын заттарды сақтамау. Егер пайдалану қажет болса, қауіпсіз орында сақтау. Шығу жолдары, жұмыс орнында өрт шыққанда шығуға арналған жолдардың ашық болуын қамтамасыз ету және оларды бөлу.
өртті байқау, түтін немесе отты көрген сәтте хабарлау, қауіпсіз орынға шығу, жоспар бойынша шығу жолымен жүру, құтқарушыларды шақыру, 102 немесе 101-ге хабарлау. Арнайы енді қауіпсіздік шараларын айтатын болсақ, өндіріс практика кезінде қауіпсіздік шаралар ережелері, МЭК колледжінде өндірістік практика кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажет. Жетекшінің нұсқауын орындау, қорғаныс құралдарын киіп, жұмыс істеу, жұмыс орнында жалғыз қалмау. Алғашқы медициналық көмек көрсету дағдылары. Жарақат алған жағдайда алғашқы медициналық көмек көрсету дағдыларын игеру. Жарақаттардың түріне қарай дұрыс әрекет ету, қан кетуді тоқтату, жарақатты тазарту, таңғыш салу. Төтенше жағдайлар кезінде әрекеттер. Төтенше жағдай болған кезде тыныштықты сақтау, жетекшінің нұсқауын орындау, қауіпсіз орынға шығу, құтқарушыларға хабарлау. Жұмыс бастамас бұрын мамандар қауіпсіздік нұсқаулығын алады және барлық қорғаныс құралдарын киіп, жұмыс орнын дайындайды. Жетекші жұмыстың қауіпсіздігін тексереді. Назарларыңызға рахмет.